әлде болашақта бірге Болашақта енді келін болғаннан кейін ол біздің Қызылорда салт дәстүрге қатты қарайды. Сондықтан болмады дегенде бір 2-3 жыл тұрады деген ойдамын. 2-3 жыл ма, ай ма? Жыл. Перизат, ойланып қалдыңыз ғой? Иә. Негізі сіздің талабыңызда мен бірге тұрмаймын деп айтқан едіңіз, иә? Енді бәлкім Енді оны алда уақытта көре жатармыз, сөйлесіп, білісіп. Көрерсіздер. Сезім пайда болып жатса, бәлкім Перизат келісіп те қалуы мүмкін шығар. Болашақта сіз Алматыда тұрасыз ба? Жалпы мен жаңа ғана айтып өттім, болашақта егер үйленіп жатқан жағдайда бірге, ата-анамен бірге тұрамыз. 1-2 жылдық келіннің жаңағыдай салт дәстүрге сай өтеп шығасыз, одан кейін Алматыға келеміз. Сөйтіп айтып қоймасаңыз, әйтпесе Перизат уайымдап кетті. Жоқ, Алматы мүмкіншілігі көп қала ғой. Мен тек қана Алматыны білемін ғой. Қызылордан Болсағым. Қатысушылар сұрағын қоя берсін. Ринат. Ассалаумалейкум, Анаржан. Қош келдің. Анаржан, неге сен Перизатты былай қарап жүрмін деп жүрсің ғой да? Біздің эфирде қарап жүрген шығарсың, значит, да? Эфирде арасында ғана былай көріп қоямын, былайынша TikTok мен Instagram. Егер сенің болашақ жарың, анам мен әкеңе, бауырларыңа бір тамақ істеп бере алмаса, қалай қарайсың? Ринат ағай, мен айттым ғой. Бір минут мына сұрап жатырық қой, Перизат. Енді жауап айтып жатыр. Өз ер азаматымды жақсы көрсе, мен үйренемін. Сен андай ғой, Перизат, сен үйренем деген жоқсың. Маған мені таңдаған жігіт заказ береді дедің сен. Мен аз айтып жатырмын, я. Қазір ойым өзгерді деп жатыр. Айжан. Осы уақытта үйрене бер. Манаржан, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіз нешедемін дедіңіз? 19-да ма? Жасы не бәрі 19-да. 19-да. Бұл қыздың жасы 27-те. Иә. Енді ұқсамайсыз, конечно, бірақ сонда да бір ойлануыңыз керек сияқты, ашылмай тұрып. Өйткені ол 27-те қыз барып, Қызылорда қаласына барып сіңісіп кете алады деген ойда емеспін. Өйткені 18, мүмкін 16 жастағы қыздар енді сол жаста үйреніп кетуі мүмкін сізбен 2 жыл тұруға ата-анамен. Бірақ 27-те қызды даже өзіңізбен тұрудың өзі қиын болады негізі. Не то что ата-ана. Сұрақ қойып болдыңыз ғой, жауап берсем. Жалпы неге жаңағыдай 27 жас болғанмен қылықтары, сөйлеген сөздері кішкентай қызда, ондай бір қатты үлкендік байқап тұрған жоқпын. Мәселе қылықта емес қой, Манаржан, мына жерде бірге тұру ғой ата-анамен. Ол мына жерде заказ берем деп отыр. Еще 27-те ол қазір енді өтірік істеп керек емес, ертең бәрі ашылады, кездесесіздер, сосын бәрі қырғын соғыс басталады сол жерде. Не то что ана жаққа бірге тұру. Бұл эфир жалпы 1-2 кездесуден кейін үйленіп кету емес қой, 1-2 жалпы таныстық алаңы. Сіз жай келіп тұрсыз ғой, сонда 1-2 кездесуге келіп тұрсыз ба? Жоқ, таныстық алаң емес па бұл? Таныстық алаң болғандықтан танысып көру керек шығар мүмкін. Перизатты таңдап келіп отырсыз. Айжан, еме келіп жатыр ғой. Келген күніле мен аға тұрмышқа шығып кеткен жоқпын. Шолпан. Манархан мырза. Манаржан мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өте керемет, арамыздағы ең әдемі қыздардың біріне келдіңіз. Таңдауыңыз дұрыс. Мен көрмей қалдым ба деп ойлап қалдым. Негізі алдын Балауса ханым халықта дұрыс түсінбеген болар. Мен ешқашан жекесіне өтпегем, тек қана оның жасаған действияларын ғана осуждать еткен болатынмын. Одан кейін жерде айтайын деп отқам, негізі жас жағынан тура кеп тұрсыз, Перизатқа, жаңа ақша жағынан да тура кеп тұрсыз. Бірақ мына жерде бұл қыздың жүрек жаралы ғой енді. Соның орнын баса аласыз ба, жүрегін емдей аласыз ба, соған өзіңізге сенімдісіз ба? Жалпы адамның орнын адам басады демекші. Неге жүрегін қайттан емдемеске? Балауса ханым, түсінбедім, не үшін жүрегі жаралы деп жатырсыз, Шолпан? Енді мына жерде барлығымыз көріп тұрмыз, басынан бастап бұл екеуінің хикаясын, Нони мен Перизаттың хикаясын басынан бастап көрген куәгер жалғыз мен болам. Енді Перизат өзіңді алдамай қой, негізі сенде сезім болды.
бірақ мүмкін көңілің қалған шығар да, білмеймін. Мүмкін сенде сол сезім әлі бар шығар. Себебі бүгінде көзқарасыңды, оған деген жылы көзқарасыңды байқап қалдық қой енді. Қасыңда отырмын дегендей, Нуниді жанында отыр. Сондықтан да егер осы кісі өзіне сенімді болса, сені бақытты қылып алып кетсе, мен қуанышты болатын едім. Сол үшін сұрап жатырмын. Шолпан ханым, менің аузымдан ешқашан Нуниге деген сезім бар деп айтқан емесмін. Шолпан осы орда мен айта салайын, иә? Негізі ол сөзді маған айтқан едің, маған как ер азамат ретінде қараймын деп, и сендердің сырттағы действияларың, бір-біріңе деген көзқарастарың барлығын көріп жүргеннен кейін айтып отырмын. Жоқ, баласы қандай айта кетсем бола ма? Шолпан, бұл жерде сен перизаттың ішкі жан дүниесін білмейсің, мүмкін саған айтқан шығар ол сезім бар деп, бірақ перизатта біз көзінен ақ байқаймыз. Нуниға тек қана жаңағыдай тренд деді ғой алдында, өзі де айтып қалды бір сөзінде. Сол үшін ғана бірге жүрді, бірге суретке түсті. Сол мына жігітке айтқым келіп тұр, сен таңдауынан қателестің ау. Өзімен жасты қатарлас қыздарды таңдағанда мүмкін тем более үйленуге келіп тұрған адамсың, нақ адаммен. Басқа қыз таңдауың керек еді, менің ойымша. Баласы ханым, мен айтсам бола. Жалпы енді мен айтам да, осы уақытқа дейін осы үштік деген әңгіменің уже тізесі шығып кетті баласы ханым. Шынымен Нуни келді, өзімнің үміткерімді қабылдаймын деді. Неге оны қайта-қайта қозғаватсыздар? Мына жерде үміткерге де неприятно деп ойлаймын. Манаржан, қош келдіңіз. Жалпы енді қазіргі табысыңызды білсек бола ма? Енді ол бір түрлі сұрақ болса да енді қою керек болып тұр. Мен де білгім келіп жатыр. Бізде перизат кішкене енді ақшаға қарайтындай қызда, сондықтан бір табысыңызды айта кетсеңіз. Қараймын, иә. Иә, жалпы оны Алматыда жете ма жетпей ма білмеймін. Біздің Қызылорда әйтеуір 400-300 мың деген ақша жетіп деп ойлаймын. Баласахан, сұрақ қойып жүрсем. Миллион таппаймын енді. Баласахан, сұрақ берсем болады ма? Бойыңыз қанша? Мен тек қана ұзын балдарды жақсы көремін. Бойым 1.65. Нормально. Жарайма? Мен айтқам ғой, талабымдағы жігіт 1.80 сантиметрдан жоғары болу керек. Енді бар осы қазір көресіз ғой. Баласахан, сұрақ қоя кетейікші, негізі. Перизат ол бойда тұрған ештеңе жоқ, негізі не бір жігіттер бар ғой, бой кішкентай бірақ сана биігінде жолға алатын жігіттер бар ғой, негізі. Негізі шынымен Шолпан дұрыс айтып жатыр. Негізі Нуни мен перизаттың бірден бір куәгері осы кісі. Осы кісі, сосын осы кісінің телефоны. Бірден бір куәгері осындай береді да. Бірақ мен перизатты түсінбедім, Баласахан. Бұл кісі бір әңгіме айтсаң, мен бірден тұрмысқа шығып кетейін деп отқан жоқпын ғой деген әңгімесі бар екен да бұның. Сен тұрмысқа шығатын жобаға келіп отырып, ондай әңгіме қайта-қайта айта берудің қажеті жоқ. Бірден нық дайынмын деп айту керексің сен, болды. Нұржан, мен тұрмысқа шығышым үшін адамды білішім керек. Время өтіш керек. Мен келген елі адамға тұрмышқа шығып кетпеймін ғой. Мен 27 жаштағы қызмын. Уже бұлмауға чейін 2-3 жол тұрмышқа шығып ажырасқан адам болмақпын егер де ойлы болсам. 27 жастағы қызсың сен, 17 жастағы қыз емессің. Сен дайын болу керексің. Тамақты да айтып жатса, мен бірден шығып кетейін деп жатқан жоқ. Мен ұнатқан адамыма істеп беремін ғой дейсің да сонда. Сен қазірден сен тамақ істеп үйрене берсең, мүмкін біреуді ұнатып қаларсың келесіде. Сол кезде сразу істеп бере саласың. Мен жаман сөз сөйлеген жоқпын ғой, үйренемін деп жатырмын. Понедельник күні тамақ жасап алып келейінші, ютубтан қарап хотя бы. Сөйтіңізші. Баласағаныздың жігіттер ештеңе демесін сізге тамақ туралы. Баласағам сұрақ. Жегін кеп жатыр Көресіздер сол күн. Нұрсұлтан, сіздің айтатын жөніңіз емес сияқты. Бізде құрметті көрер